Салыстырмалы жылдамдық деген нәрсе бар. Салыстырмалы жылдамдық дегеніміз ол бірлік уақытты қарастырған кездегі салыстырылып жатқан денелердің арақашықтығының өзгерісі. Яғни, белгілі бір екі денені арақашықтығының өзгерісі салыстырылып жатқан. Мысалы, суретте берілген, бізде екі жеңіл жүк көлік, яғни машиналарды, жеңіл жүк көліктерін, яғни жүк емес, жеңіл көліктер салыстырып жатырмыз. Енді осы жерде қарасақ, осы есепте біз толыққанды түсіне аламыз бір-біріне бағыттас жылдамдықтар, бір-біріне қарама-қарсы бағыттағы жылдамдықтар деген сияқты. Ендеше осы есепте қараймыз, бір-біріне әсер ете алмайтын денелер қарама-қарсы қозғалса қандай бағытта қозғалады. Дұрыс па? Енді қараңыздар, сағаты бізде старт. Старт бұл бізде ең басында басталып тұр. Бұл қызыл машина, ал бұл бізде көк машина. Енді V тең болады 5 метр секундына деп алайықшы, көк машинаныңкін. Ал қызыл машинаныңкін V тең 15 метр секунд. Яғни 1 секундта 15 метр жол жүреді, немесе 1 секундта 5 метр жолды жүреді деген мысалмен, қарапайым мысалмен қарастырсақ, Енді қараңыздар, оқушылар, бізде белгілі бір уақыт аралығында бұлар қандай бағытқа қозғалғанда жылдамдықтары екі бағытқа қарама-қарсы бұлай қозғалғанын анықтайды. Енді көк машинамыз бізде оң жақ бетке қарай 1 секундта жетіп барды. Ал қызыл машинамыз бізде сол жақ бетке 1 секундта жетіп барды. Арасы 15 метр және 5 метр. Дұрыс па? И мына жерде санақ басынан қызыл және көк машинамыз санақ басынан қозғалып тұр бұл жерде. Енді бұл есепті жалпы түсіндіру үшін сіздерге мысалы қарапайым жолмен біз мысалы қызыл машинаның екінші координатасы бұл бірінші координатасымен, то есть қызыл машинаның бірінші координатасымен көк машинаның соңғы координаталары толыққанды 20 метрді құрайды. Яғни былай қарата, солға қарата 15 метр, оң жаққа қарата 5 метр. Енді бізде VS тең болады 20 метр секундқа. Дұрыс па? Енді толыққанды біздегі 1 секундта жүрілгеніміз 20 метр, яғни бірлік уақытты қарастырған кездегі салыстырылып жатқан денелердің арақашықтығының өзгерісі болғандықтан. Енді бізде толыққанды арақашықтығымыз 20 метрге тең, V-сымыз 20 метр секундқа тең болғандықтан, бізде бұл есепті шығару түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Сондықтан да қарама-қарсы бағытта қалай қозғалып жатыр, немесе кері қарай бағытта қалай қозғалып жатыр деген мағынаны мысалды түсіндіріледі. Яғни, мысалы қараңыздар, бір-біріне әсер ете алмайтын денелер қарама-қарсы бағытта қозғалса қалай болады? Бір-біріне әсер ете алмайтын. Яғни, мен белгілі бір бағытта жүремін, и менің артынан белгілі бір көлік белгілі бір бағытта жүріп бара жатады. Сол кезде бір бағытта жүргеннен кейін, и оның артынан екінші бір бағытта бір-біріне әсер етпеген жағдайда және де олардың бағыттары бір бағыттас болған кезде біздегі көліктердің жылдамдықтары бір-бірімен өзара қосылады. Яғни, бізде қараймыз, міне, координатада 20 метр секунд жылдамдықпен жүріп жатыр дейміз. В секундымыз бізде тең болады V1 қосылған V2-ге. Яғни, толыққанды 20-мыз бізде V1 мен V2-нің қосындысынан шықты.